Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Онлайн мектеп платформасындағы соңғы өзгерістер бойынша бейне нұсқаулық. Бұл жерде енді көбінесе сынып жетекшілерге байланысты өзгерістер пайда болды. Осыдан бірер сағат бұрын мен сіздерге топқа өз сыныптарыңыздағы топтар бойынша тізім жіберіңіздер деп сұраған болатын. Енді ол бізге қажет болмайды. Сынып жетекшілер өз кабинеттерінде сыныптар бойынша топтарды құра алады. Бізге сондай қазір нұсқаулық келді. Осы функцияны қосыпты. Бізде администрация бойынша осы уақытқа дейін доступ жабық болған. Сондықтан мен сондай хабарлама жіберген болатын. Өйткені кешегі уақытта ондай функция жоқ болған. Енді сынып жетекші екі жұмысты жасамай, өйткені олар өздерінің сынып бойынша топтарды жақсы біледі, сондықтан өздері құра береді. Тізімдері алдарында тұр, сондықтан екі жұмыс жасамай осылай жасайық. Ол үшін енді біз не жасаймыз? Сынып жетекші өз аккаунтына кіреді. Мысалы, мен қазір 5-ші А сыныбының сынып жетекшісінің аккаунтымен кіремін. Кіру батырмасына басамын. Сол жақ менюде бізде мектепті басқару деген болады. Оқушылар. Одан кейін міне сынып ашылады. Оқушы саны тұрады. Одан кейін жасыл көзге басамыз. Оқушылардың тізімі ашылады. Осы жерде міне топтар деген функция пайда болды. Осы жерге басамыз. Қазірге мынау мен тексеріп қойғанмын. Екі топ ашылып тұр екен. Енді тағы бір топ ашып көрейік. Мысалы, орыс тілінен топтар бар, орыс тіл пәнінен топ ашайық. Сақтауды басамыз. Орыс тілінен топ құрылды. Енді сол топтың ішіне біз оқушыларды енгізуіміз керек. Ол үшін жасыл көзге басамыз. Мына жерде оқушылардың тізімі ашылады. Сол оқушыларды мысалы тартып әкелу арқылы оқушының тұсына барған кезде ол көк түске айналады. Мынандай екі жаққа стрелка пайда болады. Соған басып тарту арқылы біз бір топтан екінші топқа, яғни топтарды осылай құрамыз. Қазір мен мысал ретінде осылай құрып жатырмын. Кейін сынып жетекші өз ары қарай өзгертіп алады. Өстіп барлығын теңестіреміз де сақтау батырмасына басамыз. Оқушылардың топ тізімі сәтті сақталды дейді. Енді оқушыларға қайтадан басамыз. Жасыл көзге басқанда бізге топтардың ішінде орыс тілі топта, яғни бір топта 26 оқушы, бір топта 3. Кейін сынып жетекші жасыл көзге басу арқылы қайтадан дұрыстап теңестіріп алады. Енді осы топтар арқылы біз қайтадан кесте жасауымыз керек. Ол үшін оны да сынып жетекші жасай алады. Кестеге барамыз. Жасыл көзге басамыз. Мына кестелердің бәрі осыған дейін мен жасаған кестелер. Бұл жерде енді өзгерістерді өздеріңіз сынып жетекшілер бақылап отыра аласыздар. Қай пәндер дұрыс емес, соның бәрін алып тастап қайтадан жасайсыздар. Енді бұл жерде информатика бойынша, ағылшын тілі бойынша өзгерістер жасайсыз. Орыс тілі қай пәндерде бөлінеді, соның бәрін өзгертіп шығасыздар. Оны сынып жетекші өздеріңіз жасай аласыздар. Сондықтан енді біз қазір бір мысалы мен ағылшындарды жойып тастайын. Уақыт кестесінен ағылшын керек емес, орыс тілін көрейік. Орыс тілі жоқ. Енді орыс тілін құрып көрейік. Мысалы, сейсенбі күнге орыс тілден екі топқа сабақ кестесін жасап көрейік. Міне пән таңдаңыз дегенде орыс тілі, топты таңдаңыз, көрінеді топ таңдайсыздар. Бірінші топ, оқытушыны таңдайсыздар. Мысалы, бірінші топқа орыс тілден Есімбекова Жанат апай мысал ретінде алып көрейік. Тақырып таңдамасаңыздар да болады.
негізі таңдау керек. Тақырып жоқ болып тұр орыс тілінен. Жарайды, осылай сақтап көрейік. Негізі мында тақырыптар шығады. Сақтау батырмасын басамыз. Міне орыс тілінен бірінші топ ашылды. Енді келесі соның астынан тағы орыс тілі топ таңдаймыз, уже екінші топ таңдаймыз. Одан кейін оқытушы, мысалы орыс тілінен тағы Ғали апай. Тақырып таңдалмайды, өйткені әлі тақырыпта жоқ болып тұр. Сақтау батырмасын басамыз. Екінші топ деп ашылды. Міне топқа бөлінетін пәндерді өстіп, сабақ кестесіне сіздер қоса аласыздар. Соңғы өзгерістер осы.